Сәлем достар, сіздермен бірге мен Apple. Бүгінгі видеода футболдың легендасы, футболға алтынмен ойып тұрып жазып кеткен футболшы Лионель Месси жайлы видео болады. Және видеоның соңына дейін көріңдер, сонда қызықты фактілер болатын болады. Короче, көп сөзбай видеоны бастаймыз, кеттік. Лионель Месси Аргентинада Росарио қаласында 1987 жылы 24 маусымда дүниеге келген. 8 жасында Ньюэллс Олд Бойз клубының академиясына қабылданды. Оған аргентиналық көп үлкен клубтар қызыққан. Алайда Месси бойға ауырмағанда проблема болған себепті де оның бойы тек 122 см болды. 1988 жылы Барселона скауттары Мессиді көріп клубқа шақырады. Барселона мен асханада салфеткаға контрактқа отырған. Және ол 13 жасында Барселона футболшысы атанады кейін. Алғашқы ресми ойынын 2004 жылы Испанияға қарсы ойнайды. Алғашқы хет-трикті Эл Классикода салған болатын. Эл Классиконы білмейтіндер болса, ондай вообще бар болса, Реал мен Барса арасындағы ойын ғой, короче. Месси алғашқы алтын добын 2009 жылы алады. Кейін 2010 жылы екінші алтын доп, кейін 2011 жылы үшінші алтын доп, 2012 жылы уже төртінші алтын алады. Айда 2013-14 жылдары кейін Криштиану Роналду алтын доп алады. Сол кезде алтын допқа екеуінің арасында мықты күрес болып жатқан болатын. Сосын 2015 жылы Месси 5-ші алтын добы да алады және осы уақыт екеуінде де бірдей 5 алтын доп болады. Бірақ кейін 2019 жылы Месси 6-ші алтын добын алып кетеді. Кейін 2021 жылы 7-ші алтын добын алады. Бұл кезде Ливаның арты ауыр болды. Яғни 2020 жылы коронавирус, 2021-де Месси алып кетті. Оған алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Мессиде қазір 7 алтын доп, 6 алтын бут иегері. Месси осы 2020 жылы алтын доп ала алады ма? Өз пікірлеріңді комментке жаза кетіңдер. Лео осы жақында өткен 2022 жылғы Мундиалда әлем чемпионатында жеңіске жетті. Мессиден де өзі қатысқан бүкіл жүлде бар. Әрине клуб Франциядан басқа. Мессидің әлем кубогын көтерген фотосы Инстаграмда ең танымал пост атанды. Екінші орында жұмысқа тұр. Месси әлі де өзінің мықты екенін дәлелдеп келуде. Ол тек бір-ақ рет клуб ауыстырған. Клуб PSG. PSG-ға келу себебі Барселонада қаржылық проблемалар болды ма? Короче, Ла Лигаға қарсы болды ма? Короче, осындай бірнеше болып кетті, короче. Сосын міне әлі де топ 5 лиганың біреуінде ойнап жүр. Кейбіреулер сияқты Арабияда емес. Месси әйелі Антонелладан 2012 жылы Тиаго деген тұңғыш баласын сүйеді. Кейін 2015 жылы Матео, 2018 жылы Тиро дүниеге келеді. Короче, сендерге қызықты фактілерді айта кетейін. Бірінші факт, Месси гол соққанда екі қолын көтеріп туалеттің барлықтарын білетін шығарсыздар. Бұл гол оның әжесіне арналады. Месси кішкентай кезінде футболға әкелген осы әжесі болатын. Екінші факт, Мессидің ата-анасы Мессидің талпынысына өте сенген, соншалықты сабақ қалуына келісім берген. Саған да сабақтан қалуға келісім берген қалсаң, лайк баса кет. Үшінші факт, Гвардиола Месси үшін көп тәуекелге барған. Яғни Роналдиньо атты сиқыршыны бәріміз танитын шығармыз. Оны ішімдікке жақын болғанын да бәріміз білеміз. Роналдиньоның жаман қылығы жас Мессиге әсер етпесін деп, оны басқа клубқа жіберген болатын. Төртінші факт, Аргентина агенті Фабио Сальдини оған апельсин мен теннис добын навивать етіп үйрену үшін жібереді. Bir аптадан кейін Лео апельсинді 113, теннис добын 120 рет навивать еткен. Кейін бұл жас таланттың видеосы Барселонаға жіберген. Бесінші факт, Месси 2012 жылы 1 маусымда 91 гол салып рекордтан атқан. Бұл рекордты әлі ешкім бұзбады және бұзбайды да деген ойдамын. Келсеңдер подписка жаса кетіңдер, короче. Алтыншы факт, Мессидің сүйікті түсі қызыл түс. Жетінші факт, Месси пианинодан жақсы ойнайды. Әрине, оркестрлік деңгейде емес, бірақ балаларын ұйықтатуға болады. Сегізінші факт, Лео футболдық таланттан бөлек үлкен мейірімді жүректің иесі. 2013 жылы ол өз аяғын алтын мүсін жасады. Бұны сатқаннан кейін ақшасын көмекке Жапониядағы цунамиден зардап шеккендерге жұмсалды. 9-шы факт, UNICEF дейтін компанияға жеке фонд ашқан. Бұндағы ақша ауыратын балаларға жұмсалды. Короче, жақсы жақсылықтарын айта беретін болсақ, бітпейміз. Короче, сол себепті тоқтатамыз. 10-шы факт, 13 жасында Месси досымен бірге қала сыртында машина үйренуге тырысқан. Мессидің бойы кішкентай болған соншалықты рульге жету үшін астына көрпеше қоюға тура келді. Осымен бітті. Видео сендерге ұнаған болса лайк баса кетіңдер. Яғни осы уақытқа дейін көрсеңдер, значит 100% ұнады деген ойдамын. Ал егер де мені жоғалтып алғыларың келмесе, подписка жасауды ұмытпаңдар. Короче, давайте.